өлеңдер керемет лирикалық өлеңдер соңғы кезде жазып жүрген, әлі жарияланған жоқ. Көптеген өлеңдері бар. Сосын Құстар біздің досымыздың екінші кітабын дайын болып қалған шығар деп ойлаймын. Жоқ, ол андай прозалық публицистика емес, андай. Түсініп отырмын. Сосын жаңағы бәрі де сол мұралар ғой, ол және ол публицистикалық зерттеу дүниелерінің өзі поэзия құсап оқылады ғой. Оған күмән жоқ. Мысалы, Жыл-он екі ай туралы танымдық мақалалар қандай керемет мақалалар жазып мысалы. Әр 12 ай туралы 12 мақала. Сосын осы жақында Жомарт Оспанов деген азаматпен Жанат Әскербекқызы сол менің де басшылар еңбегім аздаған эсселер менен сұхбаттарын бір кітап шығарайын деп жатырмыз. Шығайын деп жатыр. Мен жаңа қабаттасып кетіп жатырмын, сол олар шығарайын деп жатыр. Мен жаңа аздап редакторлық. Не жазады сонда ол кісі қазір? Өлең туралы айтам. Дәл қазір менің білуімде сол лирикалық өлеңдер жазып жатыр. Ол кісінің ана Амал деген айыңыз деген кітабы негізі көлемді кітап еді. Оның ішінде бірнеше аудармалар бар еді. Солардың бәрі кірмей қалды. Әр нәрсесі. Ана мемлекеттік тапсырыстың есіне сыймайды деп бір нәрсесін алып қалды. Енді ол кісі қызық, енді үлкен Қазақстанда ең үлкен баспаны басқарып отырып алып, бірақ өзі сол кітап шығару деген мәселеге бір келістірмей қойды. Біреулерге тапсыра салады, ол тапсырған адамдар біреудің жоғын, біреу нетіп жүріп іздей ме, білмеймін. Соныменен олар бір беттер ауысып кеткен, жолдар ауысып кеткен қылып бір жарықтай шығарады. Осы соңғы кітабын Жанат екеуміз редакторлық қылып едік. Қалай екен білмеймін, жеме-жемде басқа бір не түсіп кетті. Біздің қарап бергеніміз бас кетпей, басқа бір нұсқасы кетіп, мұның ішінде де жаңағындай нелер кәтелер өріп жүрді енді терімнен кеткен. Бір кешелік сұрақ қойып бір сұрақ, соны енді өзіне ұстап пышаққа жармайды деген сияқты нәрсе деймін, білмеймін. Өзінің баспа қолында тұрып, өзінің кітабын шығаруға ол жақсы, өзіне ыңғайлы көрмейді. Бірақ сол неде болса бір дұрыс кітап шығармай келатыр. Не баяғы жазған өлеңдері арқылы ол классик болды, иә? Қазіргі жазып жүрген өлеңдері мықты ма? Оны да білесіз, баяғы жазған өлеңдері мықты ма? Өзі айтып жүреді ғой, 30-ға дейін жазамыз өлеңді, содан кейін жаздырады деп. Ол мысалы Оралхан Бөкей айтатын, Пушкинді өлімін Дантестен көрудің қажеті жоқ, Лермонтовтың өлімін Мартиновтан көрудің қажеті жоқ. Олар бүкіл беретінін беріп таусылған, содан кейін сол өлімге мәжбүр болды деп. Оралхан Бөкей болсын көп айтатын өзі сен. Бірақ ол олай емес қой тарихта. Оған қарсы мысалы Гетелерді, мына шығыстың мысалы Әзірет Сұлтан бабамыз 41 жасынан бастап 4444 хикмет қалдырды мысалы. Ал Мәулана Руми бабамыздың Мәснауилері де 37 жасынан бастап жазылған дүниелер. Толстойдың да соңғы 25 жылын ширек ғасырын ғана өзінің шын шырқау, өзінің шын мәнінде өзінің деңгейіндегі дүниелер деп есептеген. Абайыңыз 30 жастан кейін барып жаңағы Көкбайдан өлеңін қайтып алды мысалы. Сол сияқты әркімнің табиғаты әртүрлі деп ойлаймын. Мұхтар Мағауин мысалы айтады, ол Пушкин мен Лермонтовты Мартинов пенен Дантес өлтірмегенде олар деген ұлы прозаик болып кететін еді дейді да мысалы. Сол сияқты енді мен оны бір жаспен шығармын. Мұқағалилар басқа жетеді. Жастық деген поэзия жастық қой, жалын ұшқан. Жас кезде жазғанда қайдан болсын деп, ол тіпті 40 жастарында өзінің етін етіп тастайды мысалы да, өзі бір сарқылған адам сияқты болып. Жоқ, енді қазір мысалы бұрынғы өлеңдерін білесіз, қазіргі оқығандардың қолжазбаларын оқып жүрсіз дегенім ғой. Кім Бағашар Тұрсынбаев деген ініміз сол ана Амал деген айыңыз туралы мақала жазды. Онда айтты, бұрынғы сол деңгейінде тұр деп. Бұрынғы деңгейінен түскенде жоқ, одан өсіп кеткенде жоқ деген бағытта жазды да. Бірақ меніңше бұрынғы Есенғали бұл бір жаңағы сөніп қалған біздің
көкірегіміздің түбінде сөніп қалған бір нәрселерді үрлеп, баяғы ұлы жыраулардың, жаңағы сыпыра жыраулардың көне сарындарын қайтадан тірілтіп, біздің делебемізді қоздырып, әруағымызды оятып келді ғой. Ендігі Есенғали, мысалы, Амал деген айыңыздың өзінде әулиелер әлеміне қарай көбірек не жасайды. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи туралы бірнеше жаңағы хикметке ұқсаған бірнеше өлеңдері бар. Сол 40 хикмет деген сияқты 40 өлең қылып жазбақ ой бар. Ал енді соңғы нелері жазып жүрген лирикалары бұл да тым шүңейді. Мен оны бұрынғы деңгейінен едәуір ілгері кеткен деп есептеймін. Адамның ішкі әлеміне үңілу, ішкі басылмаған тамырларыңды басып, нүктелеріңді басып, басқа бір сезімдеріңді тірілтуге әрекет қызмет ететін поэзия деп есептеймін. Соңғы өлеңдер. Сонда жас қосқан сайын байыта береді. Әрине, адам деген кемелдік деген мәңгілік жалғаса беретін нәрсе. Кемелдік. Тек адам тояттап қалмау керек. Қанағатсыздықтың жалғыз ғана ақталатын жері шығармашылықтағы қанағатсыздық. Дүниеге қанағат керек. Бірақ шығармашылыққа қанағат жүрмейді. Оған қанағаттанған күні өлген күні.